қатысушылары Еркін қызы Аягөз және Закрашева күнайымды қошеметпен қарсы алыңыздар. Ғабиден Қожахмет бұл кешегі жауынгердің ұрпағы. Бейбіт күнде қымбат болып әр жеңіс, ортасында жүрді талай көбістің. Қарта келер майдангерлер тұлғалы, солдаттары еді зұлмат соғыстың. Жау тигенде бейбіт елге жасанып, сапта тұрған жандар болар кеше анық. Жастық сәтін от шарпыған еске алып, сөйлейтінді жанарына жасалып. Жауынгер еді, бар еді айтып берері, сөздерінде отты жылдар дерегі. Алға басып солар мінген кемені, енді олардың ұрпақтары келеді. Тітірентіп тыныштығын ғаламның, соғыс өтті, артта қалды алаң күн. Жас жауынгер қаққа айналды ізінде, ұрпақтары келеді өсіп олардың. Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысында, зар заманның тоғысында, фашистерді жойысуға көтерілді барлық халық бір-бірімен болысуға. Аттанды ер қаламыздан, аттанды өр даламыздан. Айырылдық әкемізден, айырылдық атамыздан. Таптатпадық бірақ бауды, қорғап қалдық көлді тауды. Соңғы соғыс дедік біздер, жеңдік дедік соңғы жауды. Бірақ сұмдар барда, жаулық торын құрған алда. Бітпейді екен соғыс құрғыр, қан іздеген мұңдар барда. Сақтау үшін жерін аман, қорғау үшін елін аман. Тыныштықты күзететін тағы да туды қилы заман. Ауған тәжік арасында әншінің сағасы еді. Шиқабір шатқалы бар соғыс болды нанасың ба? Сол бір шақта көктемеді, қызғалдақтар көктебеді. Тыныштықты күзететін Қазақстан сарбаздарын, бейбіт елдің өткен жері. Жау жатар ма бірақ тыныш, салды бірден шынағыр ұрыс. Аяқ асты ешкімге келмей сыналдық. Соқтықты жау аяқ асты, ешкімді олар аямасты. Сан қарудан жандырды оқ, отпенен су араласты. Соңғы соғыс кім біледі, мұңды аспан күрсінеді. Тәңір жасы төбедегі жаңбыр болып сіркіреді.